Исхақ, қарашы, абсурдность вещей деген сен мойындайсың ба? Абсурдность логикалық тұрғыда, болуы мүмкін, бар ондай нәрсе. Бірақ ол не означает, что ондай нәрсе реальностьта болмайды деген. Енді пока, давай қазір на данный момент судить етейікші. Қазір в данный момент абсурдных вещей бар ма? Бекітіліп тұр ма? Логикада бар. Енді мен саған айтып тұрмын, логикада емес, бұл қазірде уақиғта да бар деп есептеледі. Енді мен саған айтып тұрмын. Логикалық жүйеде бар, реальностьқа салған кезде болмай қалады ол. Жақсы. Енді қарашы, Исхақ, сен өліде, тіріде болуы мүмкінсің ба? Қара, егер жаңағы интерпретациямен алатын болсақ, Шрёдингердің мыслені суперпозиция дегенмен алсаң, мүмкін. Қайсы, енді сен өліде, тіріде қалай боласың? Оны квантовое бессмертие деп айтады. Жақсы. Өліде, тіріде деген, мен саған үстіп айтайын енді. Қара, ол неге тірі? Өйткені өлу емес, Енді, қалай онда ол тірі деп айтасың сен, егер ол өлі болып тұрса? Қара, ол нәрсе наблюдатель ашқанға дейін екі бірдей позицияда тұра беруі мүмкін дейін. Енді бұл ақылда ғой, бірақ уақиғта ол жоқ қой. Мысалы, мен айтайын саған. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деп сан кете берсе, ол тоқтай ма, тоқтамай ма? Тоқтамайды ол. Неге? Осы әлемде тоқтамай ма, ақылыңда тоқтамай ма? Жалпы, ақылыңда тоқтамайды ол. О, ақылыңда тоқтамайды, бірақ әлемде сен тоқтамайтын нәрсені алып келе алмайсың. Вот, дұрыс. Енді осы